Так, егер сізде размер көрсетпей тұрған болса, мысалы отрезок алайық. Режим. Мындай сызық болып тұрған болса, ол значит сізде былай алыстан қараған кезде негізі размер бар ол жерде жақындатып қарасаңыз. Сондықтан оны былай жасаймыз. Ә, Сізде аннотация деген бөлім болу керек мына жақта, немесе мынау размердің өзінің аннотациясы бар, соған кіреміз. Мынау кисточкасы бар размерный стиль деген осыны басамыз. Сосын редактировать дейміз. Диспетчер размерный стильге кірген соң редактировать дейміз. Одан кейін барып жоғары жақта мынау, ну, заслонка әртүрлі настроить етуге болады. Өзіңіз қарап ішінен қойсаңыз болады. Тексттің жаңа шрифттарын орнатуға болады мына жерден. ISO-ға қоюға болады, например, жаңағы международный стандарттарға кез келген шрифт компьютеріңізде орнатылған. Бірақ сізге керегі мына жерде размещение деген бар. Размещениенің ішінде глобальный масштаб деген тұрады. Глобальный масштабқа мысалы 100 деп жазатын болсақ, окей, потом применить или болмаса установить. Установить деп басамыз, закрыть. Польза автоматически уже көрсетеді. То есть сізде масштабы кішкентай болып тұрғандықтан ол сізге сызық болып көрініп тұр да. Сондықтан осындай жағдай болып тұр сізде.